Сәлем әлем, сіз қытайлық ғаламтор дүкенінен бір нәрсені болса да алып көрдіңіз бе? Қорықпаңыз, бұл өте оңай нәрсе. Керек тауарды таңдайсыз да, пошталық мекенжайыңызды жазасыз да, картамен немесе басқа да электрондық ақшамен төлей саласыз. Сол AliExpressте сатылатын керемет әрі ғажайып нәрселерді осы видеода көрсететін боламын. Ал кеттік. Сіздің үйіңізде мысық бар ма? 3 қабаттан тұратын мысыққа арналған арнайы ойыншық. Мысық табаны мен шарда анда-мында қуып жүріп уақытын өткізетін болады. Ал осы тиімді зат кез келген итті қуып жібереді. Ол толығымен зиянсыз нәрсе, адамдарға да, иттерге де. Осы құрылғының батырмасын басатын болсаңыз, ол адам естімейтін, бірақ иттер естейтін ультрадыбыс шығарады. Сол ультрадыбыс иттерге ұнамайды. Сондықтан иттер сол дыбыстан аулақ қашатын болады. 3D қалам ауада суреттерді сала алады. Сиқыр деп ойлайсыз ба? Жоқ, жай ғана 3D саласындағы технологиялық даму. Осы қаламмен сіз сурет салу деген ұғымының басқа жағын ашатын боласыз. Қаламның артқы бөлігіне арнайы филамент деген затты құясыз. Қаламның ішінде ол зат жібейді, сіз қаламды қысқанда ішінен кішкене сұйық әрі жабысқақ нәрсе ағады. Сонымен сіз үлгі болсын, модель болсын, өрнек болсын, нені қаласаңыз соның суретін сала бересіз. Және де филаменттің әртүрлі түстері бар. Осы қалам арқылы сурет салуның шегі тек қана сіздің фантазияңызда. Осы адамға арналған арнайы әрі жеке құтқарушы құрылғы. Пластиктан жасалған білезікте ауаға толы көпшік бар. Егер сіз суда батып жатсаңыз, немесе тағы да бір қиыншылықтарға тап болсаңыз, арнайы тұтқаны тартсаңыз болды. Ішіндегі тығыздалған ауа көпшіктің ішіне саналы секундта толып қалады да, сізді бірден су үстіне алып шығады. Осы білезік сізге және сіздің балаларыңызға судағы қауіпсіздікке кепілдік береді. Ерекше шпиондық қалам. Егер сіз осы қаламмен бірдеңе жазатын болсаңыз, жазған нәрсе 1 сағаттан кейін толығымен жойылып кетеді. Осы қаламмен әртүрлі келісім шарттарға қол қоюыңызға болады. Мысалы, ГАИ инспекторының айыппұл хаттамасына бірдеңе сатып алып жатқанда әлденеге қию шартына. 1 сағат өткен соң, сіз қайтадан ешкімге ештеңе қарыз болмайсыз. Осы қалам шынымен де кейбір қиын жағдайларда сізді құтқарып алуы мүмкін. Егер сіздің пернетақтаңыздың арасында қоқыс жиналай беретін болса, осы жабысқақ жалаушы нәрсе барлығын тазартып береді. Онымен тек қана пернетақтаны емес, басқа да жетуге қиын жерлерді тазалауға болады. Еріңізді үлкейтетін зат. Ешқандай дәрі немесе химияның керегі жоқ. Оның ішіне ерніңізді саласыз да, біраздан кейін қайтып тартасыз. Тартып жатқанда еріңізді сорып үлкейтеді. Бірнеше сағатқа дейін ерніңіз ісіп, үлкен және әдемі болып тұрады. Стрессқа қарсы ойыншық. Осы қызық ойыншықпен сіз әртүрлі эмоция жасай аласыз. Өзіңіздің көңіл-күйіңізді көтеріп, уақытты тез өткізетін боласыңыз. Сізден қашатын шырылдайтын оятқыш сағаты. Сізге таңымен оянуға қиын ба? Оятқышты сөндіресіз де ұйықтап қаласыз ба? Осындай дөңгелегі бар оятқыштан кейін сіз міндетті түрде оянатын боласыңыз. Ол жан шығаратын дыбыс шырылдатады да сізден қаша жөнеледі. Оны қуып жетіп сөндірмей, ол тынышталмайды. Бірнеше метр жүгіргеннен кейін қалай ұйықтауға болады? Кроссовкаңыздағы бау жіпті лақтырып тастауыңызға болады. Өйткені оның орнына ыңғайлы резинкелі бау таға аласыңыз. Оны байлап, шешіп жүруінің қажеті жоқ. Жай ғана ең жоғарыдағы бауды тағасыз немесе ағытасыз. Ол да қиын болса, тағып ағытудың қажеті болмас. Солаймен шешіп киюге болады. Өйткені резинке созылады. Қандай түс керек болса да сондайға тапсырыс бере аласыз. Әзірге осы достар, ұнаған тауарды алғыңыз келсеңіз, видеоның астындағы описание деген жерде сілтемелерді қалдырдым. Осы видеоны лүпілдеп лайк басуыңызды сұраймын. Және де комментариялар жазыңыз. Қош болыңыздар.